Сәлем достар, бүгін осындай өте дәмді болып шығатын ПП тағам дайындаймыз. Ол үшін бізге бар болғаны осындай бір дана кәді, яғни кабачок қажет. Сыртын жақсылап жуып, тазалап, аршып аламыз. Және осындай құрғақ таза ыдысымызға үккіштен осылай бейнеде көрсетілгендей етіп ұсақтап өткізіп аламыз. Барлығын осылай өткізіп болғаннан кейін біздің кәдіміз осылай ұсақталады. Енді осыған дәміне қарай тұз және қара бұрышты салып, бір тал жұмыртқаны қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Кәдінің сыртын аршымай тек қана жуып қолдана берсеңіздер де болады, бірақ мен үнемі осылай сыртын аршып қолданамын. Осылай барлығын араластырып болғаннан кейін енді осының үстіне електен өткізілген ұнды қосамыз. Ұнды көп мөлшерде қосудың қажеті жоқ, бар болған 3-4 ас қасық ұнымыз жеткілікті. Осылай електен өткізіп қосып, барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Достар, рецептке қажетті өнімдер мен олардың мөлшерін видео соңында описание бөліміне қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Енді осы дайындап алған оладьилерімізді табамызға қатты етіп қыздырып, кішкене майымызды құйып, содан соң осы бейнеде көрсетілгендей етіп бір қасықтан осылай ақырындап жұқалап жайып қуырамыз. Шамамен 1 минуттай қуырғаннан кейін екінші жағына қарай ауыстырып, екінші бетінен де осылай қуырамыз. Біздің кабачоктарымыз ешқандай да табаға жабыспайды, майсыз да қуырсаңыздар болады. Енді ол өздеріңіздің табаларыңызға байланысты. 1 минут уақыт өткеннен кейін біздің кабачоктарымыз дайын болды. Міне осылай өте әдемі болып шығады. Енді осыған соус дайындаймыз. Мен бұл жерге қаймақ, ұсақталған сарымсақ, дәміне қарай қара бұрыш және тұз қосып барлығын араластырып қойдым. Қаймақтың орнына майонез қолдансаңыздар да болады. Біздің тағамымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Осындай өте жақсы, дәмді, әдемі болып шығады. Бастысы өте пайдалы. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қалай шыққанын өз ойларыңызды комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған гүлім. Келесі кездескенше.